Денсаулығыма байланысты мен қаланың бір бұрышындағы суретшілер көшесіне келіп, адамдарды бақылауды әдетке айналдырдым. Ондағы суретші Ерден ағамен де таныс болдым. Кешкісін бәрі туындыларын жинап кеткенде, тек Ерден ағаның орнында Аманат деп аталатын, бозаң жігіттің көне портрет ғана қалатын. Ағаның айтуынша, осыдан 50 жыл бұрын бір жас жігіт келіп, портретін салғызған. Ақшасын төлеп, сурет әрдайым осында тұрсын, мен ақысын ай сайын жіберіп тұрамын деп аманаттап кетіпті. Содан бері жарты ғасыр өтсе де, әлгі беймәлім жаннан есеп-шотқа ақша үздіксіз түсіп тұрған. Мен бұл жұмбақ суретті аңдуды бастадым. Күнде жастық жалынына атқақтаған бір жігіт ұрланып қарап өтетін, ал ай ортасында аяғын әзер басқан қайыршы шал келетін. Бірде түнделетіп суретті күзетіп жүргенімде, жаңбырлы түнде әлгі шалды кезіктірдім. Ол маған зілді дауыспен, үйіңе қайт деді де, найзағай жарқ еткенде лезде жоқ болып кетті. Келесі айда әлгі жас жігітте Аманаттың ақысы да келмеді. Тек ай ортасында қайыршы шал әбден қаусап, қос балдақпен келді. Оның жанарынан шексіз мұң мен шарасыздықты көрдім. Сол түні шыдай алмай, түн ортасында сурет тұрған көшеге қайта бардым. Ай сәулесінің астында қайыршы шал портреттің алдында тізерлеп отырып, егіліп жылап жатыр екен. Мен емен түбінде бақылап отырып, көзім ілініп кетіпті. Таң ата сақ-сақ еткен жарқын күлкіден оянып кеттім. Көз алдымда ғажайып құбылыс болды. Бағанағы әзер жүрген шал тура суреттегідей бозбалақ айналып, алшаңдай басып кетіп бара жатыр екен. 50 жыл бойы сурет арқылы өз жастығын сақтап, немесе аманаттап келген жанның құпиясын сонда ғана ұққандай болдым. Ерден аға жұмысқа келгенде, мен оның алдындағы орындыққа отырдым да, аға, менің де портретімді салыңызшы. Осы аманаттың қасында тұрсын, ақысын төлеп тұрамын дедім. Мен де сол сиқырлы мәңгіліктің бір бөлшегі болғым келді.